Мен бұл оқиғаны ешкімге айтқым келмейтін, айтсам да біреудің отбасын бұзармын. Айтпасам өз жүрегімді күн сайын өзім жеймін. Бірақ кейбір құпиялар болады екен. Оларды қанша жасырып қалғым келсе де, бір күні өздері жарыққа шығады. Менің атым Гүлмира. Жолдасым екеуміздің шаңырақ көтергенімізге 8 жыл болған. 2 баламыз бар еді. Ауылда қайын ата-енемізбен бірге тұрдық. Жолдасым Ерлан жұмысына берілген, көп сөйлемейтін адам. Таңертең кетеді, кешке келеді, отбасын жаман көрмейтін. Бірақ соңғы жылдары екеуміздің арамызда бұрынғы жақындық қалмағанын сезетінмін. Ал қайын інім Нұрбек менен 2 жас қана кіші еді. Ол да сол үйде тұратын. Басында оған тек қайын інім деп қарайтынмын. Ешқандай артық ой болған жоқ. Бірақ уақыт өте келе үйдегі жағдай өзгере бастады. Нұрбек маған көмектесетін. Ауыр зат көтерсем, жеңеше қойыңыз өзім көтеремін дейтін. Балаларым ауырып қалса дәріханаға жүгіріп баратын. Кейде ас үйде жалғыз қалғанда шаршап жүрсіз ғой жеңеше деп қоятын. Оның сөздері қарапайым болғанымен, мен кейде сол сөздерден жылулық сезетінмін. Мүмкін мен сол жылулыққа тым мұқтаж болған шығармын. Бір күні Ерлан бірнеше күнге жұмысқа кететін болды. Сол кеште үйдегілердің бәрі ерте жатты. Мен ас үйде ыдыс жуып тұр едім. Нұрбек кіріп келді. Жеңеше, көмектесейін бе? Жоқ, өзім істей саламын. Сіз соңғы кезде қатты шаршап жүрсіз. Мен қолымды тоқтаттым. Бәріміз шаршаймыз ғой. Нұрбек біраз үнсіз тұрды. Кейде адамды жұмыстан емес, жалғыздықта шаршатады. Мен оған бұрылып қарадым. Оның сөзін түсінгендей болдым, бірақ жауап бермедім. Сол кештен кейін мен Нұрбектің көзқарасынан бұрын байқамаған нәрселерді байқай бастадым. Мен одан қашуға тырыстым. Бірақ үйде тұрған соң бәрібір күнде кездесетінбіз. Арада бірнеше апта өтті. Менің жағдайым өзгере бастады. Таңертең жүрегім айнып, тамаққа тәбетім болмайтын. Басында суық тиіп қалған шығар деп ойладым. Бір күні дәріханадан тексеру алып көрдім. Нәтижесін көргенде қолым дірілдеп кетті. Мен жүктімін. Бірақ бұл жаңалық мен үшін қуаныштан гөрі қорқыныш болды. Өйткені соңғы кезде өз өмірімде жасаған шешімдерім салдарынан түсіне бастаған едім. Мен ұзақ уақыт бойы ешкімге ештеңе айтпадым. Ерланға да, Нұрбекке де. Бірақ көп ұзамай Нұрбек менің өзгергенімді байқап қойды. Жеңеше, сізге не болды? Ештеңе, өтірік айтпаңызшы. Мен үндемедім. Ол біраздан кейін жүкті екеніңізді білемін деді. Жүрегім тоқтап қалғандай болды. Оны қайдан білдің? Дәріханадан шыққаныңызды көрдім. Мен көзімді төмен түсірдім. Нұрбек үнсіз қалды. Сол сәтте екеуміз де бір нәрсені түсіндік. Бұл құпия енді екеуміздің ғана мойнымызда емес. Сол күннен кейін Нұрбек менімен сөйлесуге тырысты. Бірақ мен енді бұл туралы ештеңе айтпа дедім. Бірақ өтінемін, сіз жалғыз қалмаңыз, мен жалғыз қалуым керек. Ол үнсіз кетіп қалды. Бірақ содан кейін анда-санда жолығып сөйлесіп жүрдік, кездесіп. Бірде аулада, бірде дүкеннің жанында, бірде балаларды мектептен алып келе жатқанда біздің әңгімелеріміздің бәрі бір ғана нәрсеге келіп тірелетін. Не істейміз? Менің жауабым біреу еді, білмеймін. Ең қиыны үйде Ерланның жанында отыру болатын. Ол менің жүкті екенімді естігенде қатты қуанды. Баламыз көбейетін болды ғой деді. Мен оның жүзіне қарай алмадым. Себебі оның қуанышы менің жүрегімді ауыртты. Неге үндемей қалдың деді ол. Қорқып тұрмын. Неден? Білмеймін. Ол қолымнан ұстап, уайымдама, бәрі жақсы болады деді. Сол сөз мені одан сайын қинады. Айлар өте бастады. Менің ішім үлкейген сайын үйдегілер де қуана бастады. Қайын енем немерелі болатын болдық деп күнде батасын беретін. Ал мен сол үйде бір құпияны арқалап жүрдім. Нұрбек те өзгерді. Бұрынғыдай көп сөйлемейтін, менің жанымнан өткенде көзін тайдыратын. Бірақ кейде екеуміз көзіміз түйісіп қалатын. Сол сәттің өзі маған өткенді еске салатын. Бір күні ол мені сыртта тоқтатты. Жеңеше, ау, баланы дүниеге әкеліңіз. Мен үндемедім. Қалғанын уақыт көрсетеді. Сен не айтқың келіп тұр? Ештеңе, тек баланың кінәсі жоқ. Оның сөзі жүрегіме қатты тиді. Сен де осының бәрін ұмыт, Нұрбек. Ұмыту оңай емес, бірақ ұмытуымыз керек. Арада біраз уақыт өткенде ауылда сөз көбейді. Бір күні көрші әйел, Гүлмира, жүзің қатты өзгеріп кетіпті. Балаң кімге ұқсайды екен деп әзілдеді.
Мен күлімсіреген болдым, бірақ ішім өртеніп кетті. Сол кеште Нұрбек адамдар сезіп жүр деді. Не істейміз білмеймін, онда үндеме. Жақсы. Бірақ құпияның салмағы барған сайын ауырлай берді. Бір күні Ерлан күтпеген жерден Нұрбек, сен соңғы кезде саған неге жиі қарайды деді. Менің жүрегім дүрсілдеп кетті. Қайдан білейін, сендер бір нәрсені менен жасырып жүрсіңдер ме? Мен жауап бере алмадым. Ерлан біраз уақыт үнсіз отырды. Мен саған сенемін, Гүлмира. Осы сөзден кейін көзіме жас келді. Себебі кейде адамның сенімі оның ашуында ауыр тиеді екен. Нұрбек бірнеше күннен кейін үйден кетуге шешім қабылдады. Мен басқа қалаға жұмысқа кетемін деді. Дұрыс шығар, сізге қиын болады, маған қиын болғаны дұрыс. Ол таң қалып қарады. Неге? Өйткені кейбір нәрсені ұмыту үшін адамға арақашықтық керек. Нұрбек басын изеді. Бала дүниеге келгенде мен оның сөзін бөлдім. Балаға жақсы өмір керек. Ол үнсіз қалды. Сол күні ол үйден кетті. Мен терезеден оның алыстап бара жатқанына қарап тұрдым. Жүрегімде бір ғана ой болды. Енді бәрі аяқталсын. Бірақ өмір біз ойлағандай болмайды екен. Арада бірнеше ай өткенде мен қыз босандым. Үй іші қуанышқа толды. Ерлан қызын қолына алып, қызы менің деп көзіне жас алды. Мен сол сәтте бір шешім қабылдадым. Өткенді енді ешқашан қайталамаймын. Баланың алдында да өзімде, өзгелерді де өтірікпен өмір сүруге болмайтынын түсіндім. Бір күні Нұрбектен хабар келді. Қалайсыңдар? Мен ұзақ қарап отырдым. Бұрынғыдай жауап бергім келмеді. Бірақ жауап орнына бәрі жақсы. Біз енді өткенді артта қалдыруымыз керек деп жаздым. Ол біраздан кейін түсіндім деп жауап берді. Содан кейін біздің арамыздағы құпия кездесулер мен ұзақ әңгімелер тоқтады. Жылдар өтті, қызым өсіп келе жатты. Мен оның әр күлкісімен өмірдің тағы бір мүмкіндігін көретін болдым. Bir күні ол менен, анашым, менің атымды неге олай қойғансың деп сұрады. Мен оны құшағыма қысып, өйткені сен менің өмірімдегі ең үлкен сабақсың дедім. Ол ештеңе түсінбеді. Әлі ерте еді. Ал мен болсам, сол жылдардағы оқиғаны ішімде сақтап келемін. Менің өмірімде бәрі әдемі басталып, өте ауыр сабақпен аяқталды. Сол себепті қазір бір нәрсені анық білемін. Отбасыдағы бір ғана құпия бірнеше адамның тағдырын өзгерте алады. Ал ең өкініштісі, өткенді өзгерте алмайсың. Тек бүгінгі күніңді дұрыс өткізуге тырыса аласың. Мен де солай өмір сүріп келемін. Қызымның қолынан ұстап өткенге қайта қарамай. Бірақ жүрегімнің түбінде бір ғана шындық мәңгіге қалды. Кейбір кездесулер адамның өміріне кездейсоқ келеді, ал сол кездесуден кейінгі таңдау адамның өз қолында.